Ассалаумағалейкум құрметті достар, аппетит арнасына қош келдіңіздер. Көптен бері видео салмай кеттік. Енді бүгін біздің видеода көріп тұрғандарыңыздай горилла, жұмыртқа, қуырылған котлет и биг бон және де бауырсақ. Видеоны көрмес бұрын, құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып, және де осы видеоны таратыңыздар, достарыңыз көрсін, видеолеріңіз көрсін. Соны таратып жүрсеңіздер, құрметті достар, ал ас болсын. Бисмилла. Андай түтікшемен ішеміз мінекей. Bismillah. Котлет. Өте дәмді екен. Сиырдың етінен жасалған. Құрметті достар, дауыс естілмей жатса, айып етпеңіздер. Енді петличка дейді ғой, микрофон мына жерге тақып қоятын. Енді онда петличкамыз жоқ. Енді өзіміз лясебе түсіріп жатырмын да өзім. Ол видеоны тамақ ішкен кезде көріңіздер. Сонда жақсы өтеді. Котлет айбат екен. Өмірімде мынандай котлет жеп көрмеппін. Бұл дәмдірек болу үшін бізге не керек? 3 желания майонез керек. Қытай қосамыз кішкене. Сосын аламыз да араластырып жібереміз да ауызға лық дегіземіз. Осылайдан мінекей құрметті достар. Бір сөзбен айтқанда дешке жетіп жатыр. Бұл видеоны көріп отырып, құрметті достар, каналға тіркеле кетіңіздер. Bәрекелді.
Котлет зыңдай екен. Екеуін бірақ қайын ба? Біреусін жеген жақсы, екеуі қоса жеген өте жақсы дейді ғой. Дәсте. Тойып біттік қой, мұнан жеп едік. Аштан жеп керек еді, бір. Ал құрметті достар, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер, лүпілді аяғыңыздар, комментарий жазыңыздар. Көп комментарий жазса, бізге де жақсы, және де осы видеоны көріп, жан-жаққа таратыңыздар. Біздің просмотр көбейсін, және де оқырмандарымыз көбейе берсін. Сіздермен бірге болған аппетит арнасы.